Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде бірге бір бағдарламасы. Біздің бүгінгі студиямыздың қонағы бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Қайрат Сәтжанов. Қош келдіңіз аға студиямызға. Қош келген. Ал бірге бір бағдарламасының серіктесі Олимпиад екенін еске саламыз. Қайрат аға, мынау қазір оқу жаттығу жиыны өтіп жатыр. Биылдыққа 3-ші оқу жаттығу жиыны. Әуелі Түркістанда бастадыңыздар, Алматау кешенінде, одан соң Көкшетауда, енді міне Елордада жалғастырып жатсыздар. Қалай өтіп жатыр дайындық? Және өзіңіз айтып кеттіңіз, бұл осы жарысқа 3-ші кезең. Оның алдында да басқа да оқу жаттығу жиындар өтті ғой, бірақ осы әлем кубогына дайындық ретінде 3-ші кезең 17 мен 29 аралығында Астананың бокс дамыту орталығында өтіп жатыр. Көптеген командалар келіп жатыр, біріккен оқу жаттығу жиынында өтіп жатыр. Балалардың көңіл күйі, жасаған жаттығулары бәрі жақсы. Айтып кететін болсақ, бұрында келген Америка құрама штаттары, Канада, Австралия, Сербия, Азербайжан, Швеция командалары, Финляндия, Англия, Франция, Германия сияқты осындай мықты командалар келді. 10 мемлекеттен келіп отыр. Алдағы әлем кубогының кезеңінде Қазақстан намысын қорғайтын жігіттердің алдын ала тізімі жарияланды. Енді олар 50 келіде Санжар Ташкенбай, 55 келіде Махмұт Сабырхан, 60 келіде Серік Теміржанов, 65 келіде Ертуған Зейнуллинов, 70 келіде Абылайхан Жүсіпов, 75-те Сабыржан Аққалықов, 80 келіде Нұрбек Оралбай, 85-те Бекзат Нұрдәулетов, 90 келіде Сағындық Тоғанбай, 90 келіден жоғары салмақта бізде команда капитаны Айбек Оралбай шаршы алаңға шығу керек. Дегенмен бұл тізім әлі де өзгеруі мүмкін. Солай ғой, Дұрыс айтасыз да, бұл енді осы әлем кубогына әр мемлекет сұраныс береді, заявка береді. Сол кезде әр салмақ дәрежесіне 2 боксшыдан береді. Біз де сол 2 боксшыдан бердік. Онда жәнегі екінші нөмірлі боксшыларды айтып кететін болсақ, онда 50 килограммда Сәбит Даниял, 55-те Алтынбек Нұрсұлтан, 60 килограмм салмақ дәрежесі Жексен Бейбарыс, 65-те Базарбайұлы Мұхаммед Сабыр, 70-те Төрехан Сабырхан, 75-те Тимур Нұрсейітов, 80 килограмм Жақбек Фирасыл, 85-те Тлемисов Дәулет, 90 килограмм салмақта Юсупов Нұрмағамбет, плюс 90 килограмм салмақ дәрежесінде Сапарбай Нұрлан. Осындай әр салмаққа 2 боксшыдан берген болатынбыз. Жарысқа бір күн қалғанда да, даже сол жеребевка өтер алдында да осы құрамды өзгертуге рұқсат етіледі. Тамаша. Енді мынау алдағы әлем кубогына кешелі бері қызу талқыланып жатқан бұл Өзбекстан құрамасының келмеуі жайлы. Өзіңіз қашан естідіңіз бұл ақпаратты? Бұл ақпаратты ең басында енді бәр мемлекеттер сұраныс беріп жатыр ғой, заявка. Сол кезде біздің басшымыз, исполнительный директор Қайрат аға, өзбектер заявка жіберді. Осындай боксшылар келеді екен деп. Сонымен менде боксшыларға бір жаттығуда осындай боксшылар келе жатыр екен деп бәрі біледі ғой енді. Бәрі дайындалып, бұл аға жақсы болды ғой деп нетіп еді. Содан кейін 1-2 жұмадан кейін жәнегі өзіміздің бауырымыз, басшы директор айтады, Қайрат аға, Өзбекстан құрама командасы келмейтін болды деп айтады. Енді оғанда балалар жәнегідей қап-пәлем деп қалды. Бір жақсылап бір шайқасып алайық деп едік деп жәнегідей сандарын соғып қалды. Енді егерде осы әлем кубогы егерде Өзбекстан жерінде болса, біз міндетті түрде барушы едік. Міндетті түрде барып, сол жерде бір жақсылап тұрып шайқасар едік деген ойдамыз енді. Енді осындай жағдай Өзбекстан тарапы ұйымдастыратын болып, әлем кубогының кезеңі болсын, осындай байрақты бәсекелер, құрлық біріншілігі дейміз, осындай бір жарыстар өтетін болып, қазақстандық боксшылар оған қатысамыз деп кейін бармай қалған жағдай бұған дейін тіркелген бе? Ондай болған емес. Мен өз тарихымды естіген емеспін. Енді бұл тараптан енді өзбекстандық боксшыларды бокс федерациясын кінәламай-ақ қояйық, кінәздемей-ақ та қояйық. Енді өздері біледі, өздері шешеді. Дегенмен мен бүгіндікке біраз өзбекстандық ақпарат құралдарын шолып шықтым. Ол жақтағылар ешқандай шулап жатқан жоқ. Қалыпты жағдай қабылдап жатыр. Шулап жатқан, жағы өре түрегеліп жатқан біздің өзіміздің бұқаралық ақпарат құралдары, өзіміздің оқырмандар, жанкүйерлер. Неліктен біз осы өзбек боксшысына соншалықты байланып қалғанбыз? Біздің қоғам неге осыны қарапайым қабылдай салмайды? Білмеймін, осы өзім дұрыс емес деп ойлаймын. Оларда жақында ғана жәнегі неде кездестік қой, Голландияда бас бапкер болды, Өзбекстанның 2 олимпиада жеңімпазы болды, 1 жүлдегері болды.
үш боксшы қатысты да. Так, екеуі жеңімпаз атанды ғой. Біреуі бізге жеңілді. Сол бәрі жақсы, аман саумыз дұрыс, бәрі жақсы. Енді ол жетеді, бірақ олар келмейміз деген сияқты не болған жоқ сөзді. Ол енді шешімді өздері қабылдайды оған, енді неге бүйтіңдер деп айта алмаймыз. Жоқ, біздің тарап неге сонша мән береді деймін да. Өзбек боксымен неге біз Өзбекстанның келу-келмеуімен біз Елордада өтетін әлем кубогының деңгейін бағалауымыз керек? Соны білмедім, бауырымызда жүр, Толқын бауырымызда жүр, бәріміз аман-саумыз жақсы. Қайрат аға, ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Сәттілік деген сияқты, мен де оған бауырымда саған сәттілік деген сияқты бір-бірімізге сәттілік тілейміз, жеңіске жетуін тілейміз. Енді рингте кездескен соң мықты жеңіске жету керек. Ешқандай жаман не жоқ енді. Ар жақтағы және ақпаратта осы нені кішкене шулатып жіберетінде шынында да көңілім толмайды. Мәселен, мен Ташкентте өтетін жарысқа қазақстандық боксшылар барамыз деп артынан бармай қалып жатса, ондай кезде біздің бұқаралық ақпарат құралдары сіздерді түтіп жейді, мен оған кепілдік бере аламын. Солай болатын шығар. Мен өзбекстандық әріптестердің қалыпты жағдайда қабылдағанын риза болып отырмын. Негізінен боксшыларға жаттықтырушылар не істесе де өздері білет, белгілі бір жоспармен жасайды ғой. Оны аяқтан шалып, сынап, мініздеудің мен ойымша қажет жоқ деп ойлаймын. Өте дұрыс айтасыз. Өзіміздің боксшыларды жаман дегенмен біреу келіп бізге жақсы боксшысын бермейді. Сондықтан бір-бірімізді батыр десек, бұл менің өзге әріптестеріме де осы бір өтінішім. Сіз секілді мен де өтінішімді айта кетейін. Ал құрметті көрермен, біздің бағдарламамызда қазір аздаған үзіліс, содан соң біз қайта жалғастыратын боламыз. Құрметті көрермен, біз бірге бір бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Қайрат аға, өзіңіз енді ұлттық құраманың барлық деңгейінде бас бапкерлік еттіңіз. Жасөспірімдерден бастап жастар құрамасында, бүгінде ұлттық құрамада. Осы бір сабақтастық қаншалықты өзіңізге пайдасын тигізуде қазіргі жұмысыңызға ұлттық құрамада? Енді былай ғой, мен 2010 жылы Шығыс Қазақстан облысының аға бапкері болдым. Сол кезде осы Астанада өткен Қазақстан чемпионатында командалық есепте бірінші орын алдық біз, Шығыс Қазақстан облысы. Сол кезде біздің федерация президенті Тимур Аскарович Кулебаев, сол кісі айтып, мына жігітті, жас жігітті ұлттық құрамаға тартыңдар деп айтыпты. Бұл ересектер арасында бірінші рет тарихта болған болатын. 4 бала чемпион болып, 2 бала күміс, 1 бала үшінші орын алып, тарихта бірінші рет Шығыс Қазақстан облысы командалық бірінші орын алғанбыз. Содан кейін мені жастар құрама командасында Мұрат Мұстафин ағамызға көмекші болып 1 жыл жұмыс істедім. 2011-дің аяғынан бастап жасөспірімдер құрамасының аға бапкері. Сондағы бірінші боксшыларым және осы Абылайхан Жүсіптер. Сол балаларды дайындап 2012 жылы Дети Азия деген жарыс өтеді үлкен. Осы Дети Азия ойындары бірнеше көптеген спорт түрлерінен Якутск қаласында өтеді. Соған барып, сол жылы Абылайхан Жүсіп чемпион атанған болады. Сол сияқты 2013-те әлем чемпионы болды. Енді айтайын деген бұл құрамадағы жүрген балалар, жәнегі Оралбай Айбекті 2016 жылы тоже Дети Азия ойындарын апарған болатым. Ташкенбай Санжарды жастар арасында Дубайға Азия чемпионатына, Польшаға әлем чемпионатына апарып, онда жеңімпаз атанған болатым. Оны Серік Теміржановты 2013 жылы әлем чемпионатына апарған, чемпионат мирі Киевте өткен болатын. Сол жарыста 3-ші орын алған болатын Серік. Сол кімді айтайын ары қарай? Абылайханды айттым. Сол сияқты Аққақов Сабыржан, ол да әлем чемпионатына апарып, әлем чемпионы аталған жастар арасында. Бұл айтайын деген бұл боксшылардың барлығы бала кезінен көз алдыңыз өскен балады. Бұларға енді қалай десем, мүмкін басқа бапкерлер, басқа ағайлар бір сөз айтса, олар көтере алмай қалуы мүмкін жәнегіде. Сіз кімсіз маған бір нәрсе деп. Мен енді оларға кішкене айғайлап ұрсып та айтамын, кішкене жұдырықпен иығынан берсем де болады кішкене. Өйткені олар мені солай көреді. Бұрыннан бірге келе жатқан соң жасөспірім, как әкесі ретінде, как ағасы ретінде, бапкер ретінде де арамызда сондай. Жақсы осындай сыйластық, жақсы қатынасымыз жақсы. Енді ана буыны қатаймаған әлі бала кезден өзіңіз тәрбиелеп өсіріп келе жатсыз ғой енді. Қайрат аға, қазір мынау спорттағы балаларыңыз жайлы айтып кеттіңіз. Дегенмен өзіңізден туған балалар да бар. 9
баланың әкесісіз. Иә, осы балаларыңыз жайлы айтып берсеңіз. Енді сіз бас бапкер ретінде ұлттық құрамада жүргеннен кейін, жастар құрамасында болсын, көбіне түзде жүресіз. Өзімнің балаларыма бір көңілімді аз бөліп қалдым деген бір ойлар мазаламай ма? Мазалайды. Қазір бұрынғыдан гөрі қазір қатты мазалай бастады. Иә. Және 6 қыз 3 ұлым бар. Барлығын енді ең кішкене кенже қазір үйде 7 класс бітіріп жатыр. Бәрі қазақша оқыған, сол жалғыз ұлым қазір орысша оқып жатыр да. Тоже не үздік отличник дейміз ғой, отличник. Үлкен қызым стюардесса, кезінде Англияда оқыды, Америкада оқыды. Екінші қызым режиссер-продюсер, сіздерге осы жақын. Үшінші қызым Қытайда оқыды. Төртінші ұл бала Бауыржан деген бокстан спорт шебері. Жастар арасындағы Қазақстан чемпионы болып, спорт шеберін орындағаннан кейін денсаулығы енді үлкен спортқа жету үшін идеальный здоровье керекті. Оған енді плоскостопия бар, содан кейін басында киста бар дейді. Содан кейін жалғастыра алмай қалды. Содан кейін мен керек емес дедім де, соны қойдырдым. Ол да Турцияда 1-2 жыл оқып, қазір қайтын келіп Өскеменде биыл бітіреді оқуында. Одан кейін ары қарай жаңа айттым, 6 қыз 3 ұлым бар, Аллаға шүкір. Және өзіңіз айтқан сияқты кейде оқу жаттығу жиыны болады осылай, содан кейін жарыс болады, содан кейін үйге келеміз. Содан кейін келемді өзім бөлмеме жатамда, бір күн, 2 күн шықпаймын анарада. Үйден ба? Үйден де. Балалардың қасында, отбасының қасында болайын дейсіз ғой? Иә, отбасының қасында болам, бірақ олармен де сөйлесіп не жоқ үшін. Просто анарда шаршағаннан телевизор көрем, кітап оқимын, телефон қараймын, және біраз жатам, бірақ телефонды өшіріп қоямын. Сөйтем, содан кейін 2 күннен кейін, 2 күн өткеннен кейін ақырындап балалардың бәрін жинап, енді барлығы емес, қазір үйде нешеумізбіз, 4-еу үйде. Қалғандар бәрі енді оқуда ғой, жан жақта жүрді. Содан кейін сұрай бастаймын, қалың қалай, не істеп жатсың? Жәнегі 3-еуі оқиды, колледжде оқиды, институтта оқиды, солар. Сабағын қалай болып жатыр, нелерін қашан, практика қашан болады, экзамен қашан болады деген сияқты. Каждыйынан сұрап, содан кейін ең кішісі Дамир, сабағын қалай, жақсы әке, тренировка барыпсың ба, барып, сол сияқты. Содан кейін сол бір күн жиналамыз, жиналып бірге кешкі тамақ ішеміз, әңгімелесеміз. Кімге немне керек, жағдайларын қалай, кішкене бір сөйлесеміз де, 1-2 күннен кейін қайтадан жолға кетіп қаламыз. Иә. Енді үйде аз болып қалам деп отырсыз ғой. Сол ғана 1-2 рет отырып әйтеуір бір обедте де бәрі жан жақта жүреді ғой енді. Сол ужинға әйтеуір кешкі тамаққа ғана бір жиналамыз да, кешкі асқа бір әңгімелесіп аламыз, 1-2 күн болды, сонымен қайтадан кеттік жолға. Дегенмен осылай сөйлесудің сәті түскенде, бәлкім бір оңаша отырып ақыл айтқанда, балаларыңызға қандай өсиет айтасыз, қандай ақыл кеңес бересіз, өмірлік ұстаным жайлы, өмір жайлы? Ең бастысы білім алу керек. Барлығы сендер, как айтады ғой, бірінші орысша айтқанда ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя деген сияқты. Ең бірінші сендердің қазіргі ең бірінші мақсат жақсы білім алу керек. Содан кейін жақсылық жасау керек. Мен сборныйда балаларға да айтамын ғой, күнделікті жақсылық жасауымыз керек бізде. Күнделікті біреумен бір жерге кіріп амандассан да, бір үлкен кісіге орын берсен де, бір нәрсеге көмектесіп жүрсен де, жақсылықтың бәрі қайтып келеді дейді ғой. Жасаған жақсылығың да, жаманшылықтың да бәрі қайтып келеді. Сондықтан балаларға да өсиетіміз сол, жақсы оқып, үлкенді сыйлау. Жақсы жағынан айтады ғой, біз олар әкесімен мақтанса, әкесі балалармен мақтану керекті. Сондықтан мен оларға кір келтірмеуім керек, олар маған кір келтірмеу керек. Солай болу керек деп ойлаймын. Тамаша, Қайрат аға, біз енді әдетте бұл спортшылар жайлы сөз қозғасақ, олардан сұхбат алсақ, олардың жетістігі жайлы, сәтсіздігі жайлы сөз қыламыз, отбасы жайлы айта бермейміз ғой. Міне енді балаларыңыз жайлы айтып өттік. Дегенмен сіздің өмірлік серігіңіз жайлы да білгіміз келіп отыр. Енді мынау қазақта сөз бар ғой, жақсы әйел ерінің есіктегі басын төрге сүйрейді, жаман әйел төрдегі басын есікке сүйрейді дегенде, осындай дүниеде сіздің Қайрат Сәтжанов болып бүгін қалыптасуыңызға сіздің өмірлік серігіңіз, үйдегі жеңгеміз қаншалықты әсер етті? Жеңгеміз не дейін енді? Қазір экранда
бәрін көрсетен өте жақсы көрем. Иә. Әйелімді, жеңгеңді. Шын осы не ғой, жеткен жетістіктің бәрі сол кісінің арқасы ғой. Қанша айтып тұрмын ғой, алыста жүрген кезде кейде мұнда бір қиналып жүрген кезде жарыстарда телевизордың сыртында отырып мен көңіл күйімді біліп отырады ғой. Иә. Жәнегідей көңіл күй жоқ әкелерің деген сияқты еді. Ана үйде де жүрген кезде бұрынғы біздің ана ата бабаларымыз сияқты әкелерің келе жатыр, мазаламаңдар, етпеңдер деген сияқты тыныш демалып жатыр. Есікті ақырын жап деген сияқты сол сияқты. Осы жетіп жатқан жетістігімнің не дейін көбі сол кісінің арқасы. Шында да ана кейде неткен кезде Қайрат сабыр бол, шыда деп айтады. Мен оларға да айтамын, сендер мені бала шағама айтамын. Мені осылай әке мықты болыңыз деп айтсаңдар, сендер бір ғана сөздерің болды. Басқа еш нәрсе керек емес. Мен сендер үшін, ел үшін деген сияқты бәріне шыдаймыз, бәріне көнеміз. Қиындықтың бәрінен өтеміз де, Алла қаласа. Қанша жыл отастыңыздар? Қандай мамандық иесі? Қалай таныстыңыздар? Келіншегің жайлы айтып Ол кісі білім басқармасында сонда бухгалтер болды, бас бухгалтер болып жұмыс істеп жүрді. Сол кезде енді ауданда Айгөз қаласында таныстық. Содан бері біргеміз. Енді және өзіңіз айтқан сияқты талай қиыншылықтар болды. Талай квартира ауыстырдық. Бірақ шында да неді ғой, жақсы көретін адаммен шалаштада тұруға болады деді ғой. Сол сияқты еш нәрседен қиын болды деген сияқты ой болған емес ешқай. Ана квартирадан ана квартираға ауыстық, ана жерден ана жерге ауыстық. Ақырындап бәрі ол туралы ойламадық та. Иә. Балалар тәрбиеледік, өзіміз және жұмысымыз жасап, жақсы көретін жұмысыңмен айналып жүрсен, одан басқа еш нәрсе керек жоқ та. Үйде жақсы көретін әйелің бар, бала шағаң бар. Өте жақсы деймін де, өмірімде былай қарасам. Иә. Солай танысып ол кісі. Содан кейін қазір Өскемен қаласында Центр подготовки Олимпийского резерва деп аталады. Сол жерде бухгалтер жұмысын атқарып жатыр, жұмыс істеп жатыр. Жәнегі мен пландарымды, жәнегі жоспарларын бәрін сол кісі басады. Иә. Балалардың фамилияларын, атақтарын бәрін біледі. Жәнегі қай жылы туған, қай жылы не деген сияқты, сол сияқты бәрін біледі. Мен сондай саламда, Жанна, нені осын басып жүрші. Жауапты кімді қойын, мынаны қойын ба деп екеуміз телефоннан. Сіздің жұмысыңызбен етене байланысты деңізші, бухгалтер болғанмен де. Да, спортта ғой. Олар да жәнегі біз ар жақта, шет жақта шайқасып жатқан кезде сол тақым қысып отырады барлығы да. Құрметті көрермен, қазір бізде аздаған үзіліс, содан соң бірге бір бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Студиямыздың қонағы бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Қайрат Сәтжанов. Қайрат аға, енді қазір біраз дүниені айттық, отбасыңызды айттық, балаларыңызды, бұған дейін енді отбасыңыз жайлы бір жерде сұхбат бергеніңізді өзім естімеппін, көрмеппін. Бәлкім бірге бір бағдарламасында, Спорт Плюс арнасында алғаш рет ашылып айтып отырсыз. Қазір сіздің бапкерлік етіп жүргеніңізге 30 жылдан асты. Осы аралықта талай чемпионды тәрбиеледіңіз. Талай жастар өзіңізбен бірге өсіп келе жатыр, ұлттық құрамада да жүр. Дегенмен осы сіз бапкерлік еткен тұста шәкірттеріңіздің ішінде таланты болса да, бірақ бүгінде бокс қолғабын шеге келіп кеткен жігіттер бар ма? Әттең ай, осы боксты тастамағанда әлем чемпионы, олимпиада жүлдегері болатын еді дейтін осындай шәкірттеріңізді еске ала аласыз ба? Иә, алла. Қазір барлығы не ғой, балаларға да және өзіңіз айтқан сияқты ең бастысы қатты және олимпиада жеңімпазы, әлем жеңімпазы болмаса да ең бірінші адам болу керек деп айтамыз да, оны шәкірттерім бәрі біледі. Қазіргі балалар да біледі. Ең бірінші бұл өмірде шын адамдық қасиетті жоғалтпауымыз керек деймін де. Оларды айтатын болсам, жәнегі Бауыржан Қайырменов деген бауырым бар, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Азияның бірнеше дүркін жеңімпазы, әлем чемпионатының жүлдегері, жастар арасында Аргентинада өткен, Астанада өткен әлем кубогының күміс жүлдегері, Азия ойындарының қола жүлдегері. Біреу сол Бауыржан Қайырменов, тағы да бір шәкіртіміз енді Мақсат Бақсбазаров деген жастар құрамасының аға бапкері, Руслан Жанұзақов деген шәкіртім болған, марқұм болды.
Содан кейін Миржан Жақсылықов деген шәкіртім, ол да жастар арасындағы әлем чемпионатының қола жүлдегері. Жақыпбеков Асқат деген бауырымыз бар, ол да жас өспірімдер арасындағы әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Ерте қойып кетті да боксты, ол кезде енді 90 жылдары ғой, кішкене ауыр болды, жататын жер, барлығы общежитиеде тұрады. Қазіргі біздің балалар сияқты емес енді. Онда жату керек, және тамақтану қиын болды. Енді ауыр уақыт болғаннан кейін біраз шыдамады дейік енді. Заман ауыр болды, ерте қойып кетті. Содан кейін мына қазіргі балаларға мына әлем чемпионатында беріп жатқан жүлделерге соларға қарайды. Көп балалар да сол кезде біз болсақ аға деп анарда әттеген айларын айтады ғой. Әттеген айларын айтады, иә. Мықты азаматтар болды кезде. Дегенмен бастысы өмірде өз орындарын тапты ғой. Иә, өз өмір шәкірттеріңіз. Иә, өздерінің отбасылары бар, барлығының 4-5 балалары бар, барлығының жұмыстары бар. Иә. Ризамын балаларға. Әлі күнге шейін барлығымыз араласамыз, өзіміз ғана емес, және өзіміз барлығымыз ата-аналарымыз да бір үлкен семьямыз ғой барлығымыз. Иә. Тамаша. Қайрат аға, мынау енді алда бізде 2-1-дей әлем біріншілігі келе жатыр. Оның бірі осы қыркүйекте Англияда Ливерпуль қаласында өтсе, World Boxingтің ұйымдастыруымен, екіншісі қараша айына жоспарланған Аиба өткізеді деп отырған әлем чемпионаты. Осы әлем біріншілігіне баратын құрам жайлы қазір ойлайсыздар ма? Белгілі ма жалпы? Әлде осы бір әлем кубогының кезеңінен кейін барып іріктейсіздер ма? Енді мына әлем кубогының кезеңінен кейін тағы да біраз жақындаймыз, балалар көрініп қалады. Кімді жоспарлаймыз? Енді бірақ жаңа айтқандай, осы арада 40 боксшы жүр. Бірақ бізде ұлттық құрамада 65 боксшы. Ол әлем чемпионаттарына, жәнегі осы әлем кубогы бар, тағы да басқа жарыстар бар. Ең бірінші, бірақ бұна осы бірінші, екінші нөмірлі боксшылардың әрқайсысы ілінуі мүмкін. Бірақ ең бірінші бізге жәнегі не туралы мен әлі білмеймін. Жәнегі сіз айттыңыз, Аиба несі қараша айында өтеді. Ол туралы пока ешқандай мәлімет жоқ. Ең бастысы біздің неміз, жәнегі осы World Boxingтен Ливерпульда өтетін әлем чемпионаты, соған тыңғиықты дайындалу бізде. Біз үшін қазір Аиба өткізетін әлем біріншілігінен көрісі World Boxing ұйымдастыратын әлем чемпионаты маңызды. Бізге пока әзірше басқа ешқандай неге, біздің ойымыз, мақсатымыз тек қана сол Ливерпульде өтетін әлем чемпионаты. Қайрат аға, біраз нені айттық. Қазір сіздің бапкерлік тұрғыдағы біраз жұмыстарыңыз әлбетте ел бағасын әлі де береді, қазір жемісін көріп те жатыр. Енді қазір біраз боксшыларды айттыңыз, біз осы қазір ұлттық құрамада жүрген жігіттерді Қазақстан бокс тарихындағы ең үздік құрамалардың бірі деп айта аламыз ба? Енді бетейміз ғой, жаңағы айттық алдын ала ұсыныс деді ғой заявкаға, сондағы айтып кетсек, енді қазір айттық қой, әлі уақытымыз бар, бір жұмадай 50 килограмм салмақ дәрежесінде Ташкенбай Санжар, Қазақстан еңбек сіңірген спорт шебері, әлем чемпионы, Азия чемпионы. 55-те Сабырхан Махмұт, әлем чемпионы, Азия чемпионы. 60 килограммдағы Теміржанов Серік, әлем чемпионатының күміс жүлдегері, Азия чемпионатының күміс жүлдегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері. Және Махмұт та солай да. 65 килограмм салмақ дәрежесінде халықаралық дәрежедегі спорт шебері Зейнунов Ертуған, Азия ойындарының қола жүлдегері. 70 килограмм салмақ дәрежесіндегі Абылайхан Жүсіп, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, әлем чемпионатының 2 дүркін қола жүлдегері, жасөспірімдер жастар арасындағы әлем чемпионы, Азия чемпионы, 75 килограмм салмақ Аққалық Сабыржан, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, әлем чемпионы жастар арасындағы 80 килограммдағы Оралбай Нұрбек, әлем чемпионы, Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері, 85 килограмм салмақ дәрежесіндегі кім? Нұрдәулет Бекзат, әлем чемпионы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері. 90 килограмм Сағындық Тоғанбай, Азия чемпионы, Азия ойындарының қола жүлдегері, халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Плюс және Оралбай Бек, халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Азияның 2 дүркін жеңімпазы, жастар арасындағы Олимпиада ойындарының жеңімпазы. Бұлай мынандай
бәр құрамада бар деп ойлаймын. Одан бөлек жәнегі бізде екінші нөмір болып тұрғандар жәнегі кім? Теміртас Жүсіп бар, әлем чемпионы. Сәкен Бейбосынов, әлем чемпионы қола жүлдегер. Сол сияқты жәнегі Төрехан бар, Сабырхан, ол да әлем чемпионы. Бізде қазіргі уақытта ұлттық құрама өте мықты деп айтуға болады. Сен тұр, мен ұрайын дейтін жігіттер сайдың тасында еріктелген. Әр бала боксшының артында неміз тұрды, қалай десек, резервте. Жалпы дәл осы құрамды біздің алтын буынның бірі деп айтуға болады ғой бокстағы. Қайрат аға, енді мынау алда біз әлі әлем чемпионаты бар деп жатырмыз, өзге де жарыстарды айтып жатырмыз, дегенмен балапанды күзде санайды дегендей, бізде бапкерлердің жұмысында, боксшылардың өнерінде, еңбегінде Олимпиада ойындарынан кейін бағалап жататын біз жақсы білеміз. Алда Лос-Анджелес Олимпиадасы бар, 2028 жылы өтетін. Бұл Олимпиадаға дайындық осы басталып кеткенде өзіңіздің қызметке, бапкерлікке келуіңізбен жүзеге асып жатқанын білеміз. Біздің жігіттер Олимпиада ойындарына қаншалықты дайын? Енді оғанға дейін әлі 3 жыл уақытымыз бар. Бірақ ол кезде кім болатының енді мына жәнегі бірінші нөмірлі боксшылардың барлығы болады деген емес. Жәнегі айттық қой, жастар келе жатыр артымызда. Сол балаларды әдейлеп қазірдан бастап дайындап жатырмыз ғой. Жәнегі қаншама Төрехан бар, Сабырхан, Санжар Әли бар, Бегалиев, Сейілхан Өнер бар, әлем чемпиондары, жай балдар емес. Боранбек Бексұлтан бар, жәнегі таразық бауырымыз. Осылардың бәрі жәнегі Тілемисов Дәулет деген бар, 2005-2006 жылғы боксшылар. Мен ойлаймын да сол Олимпиадаға жақындаған кезде мүмкін осы боксшыларымыз Астана составта осы балалар тұруы мүмкін. Енді жәнегі айтайын дегеніміз, жігіттердің ешқайсысы кәртиіп тұрған жоқ. Санжарды 2003 жылғы, Айбек, Нұрбектер де 2000 жылғы, олар дәп бабында келеді де. Одан бөлек жәнегі айтқанымыздай Абылайхан өзі жақында ғана 2-3 күн бұрын ғана отырып, балалармен әр қайсымен сөйлесіп шықтым, бір-бір деп отырып, семьялық жағдайы қалай жатқан, көңіл күйі қалай екен, әрқайсымен сөйлесіп шықтым. Сол сияқты енді алға қойған мақсаттар көрініп тұрды. Абылайхан Жүсіпті аға алла қаласа Олимпиадада алтын медаль міндетті түрде болады деп тұрды. Енді біреу бола ма, екеу бола ма, үшеу бола ма, оны бір алла біледі. Алла қаласа мына осы құрамамен артта келе жатқан біздің резервпен өз ойымды алтын медаль міндетті түрде болады деген ойдамыз. Енді өмір бақи, енді менің өзімде боксшыларында мақсатымыз сол, қай жарыста жүрсек те командалық бірінші орын алу. Ана енді Америка деген үлкен мемлекет қой, мықты мемлекет, сол жерге барып командалық есепте бірінші орын алып, енді 2 алтын аламыз ба, 3 алтын аламыз ба? Енді бұрынғыдай өзбектер сияқты 5 алтын алу олай мүмкін емес деп ойлаймын. Өйткені қазір неде басқа болады деген ойым, таза болатын шығар барлығы. Сол арада туымызды желбіретіп, әнұранымызды шырқатып қайтамыз деген ойдамыз. Алла қаласа. Дегенмен бұл жерде боксшылардан бөлек, бас бапкерлерден бөлек, бұл федерация тарапынан, Олимпиадалық ұлттық комитет тарапынан да атқарылатын жұмыстар аса маңызды ғой. Олимпиада ойындарында белгілі бір жетістікке жету үшін. Осы барлығы бір-біріне сәйкес келіп, әйтеуір жаңағы сабақты ине сәтімен дейді ғой. Осылай бұйыртса Америкадан алтынмен оралуларыңызға әлбетте тілекшіміз, бірақ оған дейін әлі біраз заман бар. Бастысы осы еліміздегі бейбітшілік ең қымбат байлық екенін күн өткен сайынға түсініп жатырмыз. Сондықтан осы еліміз заман, жұртымыз тыныш болсын дейміз. Енді сұхбат соңында бірге бір бағдарламасында Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Қайрат Сәтжановтың жанкүйерлерге бір ауыз лебізін тыңдасақ. Енді өзіңіз айтқан сияқты, еліміз заман, жұртымыз тыныш болсын. Жағдай қазір бүкіл дүние жүзіндегі үшін ауыр болып жатыр. Еліміздің амандығы ең бастысы, соғыс болмасын. Енді Құдай сақтасын. Енді қазір біздің мына боксшылар барлық қазақтың батырлары ғой. Олар да енді ар жақта үлкен жарыстарда ел намысын қорғап жүр. Жәнегі туымыз желбіреп әнұран ойнаған кезде көзімізге жас аламыз, жәнегі отбасымызды еске аламыз, отанымызды еске аламыз. Соны жәнегі теледидардан көріп жатқанды нетеміз, жүрегіміз ауырады, басқа мемлекеттерде өтіп жатқан жағдайлар қарап.
сол ауызбіршілік болсын. Және өзіңіз айтқан сияқты спорт министрлігі бар, федерация басшылығы бар, НОК басшылығы бар, соңғы жанкүйерлеріміз бар. Барлығымыз бір жеңнен қол шығарып, бір жағадан бас шығарып, осылай жаңағы айтқандай басындағыдай болатын елдің жігіттер бір-бірін батыр дейді, бір-бірімізді қолдайық. Балаларымыз жақсы. Мына бүкіл дүниежүзінде бекер 9-шы орын алмайтын шығармыз жер көлемі бойынша. Балаларымыз мықты, мен оларға сенем. Олар да маған сенеді. Алла қаласа, және өзіңіз айтқан сияқты осы жарыстардың бәрін бағындырамыз деген ойдамыз. Алатын асуларымыз бәрі алды. Туымызды желбіртіп, әнұранымызды шырқатамыз. Анау Америкаға барып, осындай қазақ деген ел бар екенін дәлелдетуге сол арманымыз, мақсатымыз бар сол. Ендеше осы барша қазақтың арманы орындалып, бұйыртса қазақ елі өзінің мықтылығын осы бокс ареналарында да дәлелдей берсін. Алдағы жарыстарда өзіңізге және шәкірттеріңізге сәттілік тілейміз. Міне біздің бірге бір бағдарламасына, Спорт Плюс арнасына уақытыңызды бөліп келгеніңізге өзіңізге алғысымыз шексіз. Құрметті көрермен, бірге бір бағдарламасының серіктесі болған Олимпиада екенін тағы еске саламыз. Ал біздің бүгінгі қонағымыз болған бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Қайрат Сәтжанов мырзаға және оның шәкірттеріне байрақты бәсекелерде тек қана жеңіс тұғырынан көрінуді тілейміз. Аман болайық, бай, қуатты болайық.